Елдос мырза, күйеуім көп ақша тапқанын қалаймын. Не істеу керек? Біріншісі, күйеуіңізге сену қажетсіз. Себебі ер азамат признанияны талап етеді, ал әйел адам вниманияны қажет етеді. Сол себепті ер азаматты признавать еткен кезде ол ашылып, жаңадан подвигтарға баруға дайындалады. Сол себепті отношениядағы сенім бірінші орында тұрады. Екінші, ер азаматтың еңбегін бағалау керек. Оны мақтаңыз. Егер де оны мақтайтын болсаңыз, ол оған күш қуат береді. Себебі кез келген ер азамат жеңгенді жақсы көреді. Содан кейін оның достижениясы мен басқа біреудің достижениясын мүлде салыстырмаңыз. Себебі ер адам бірегейлік, уникальностьті ұнатады. Және үшіншісі, исламда 3 бақыт бар. Соның біреуі жақсы жар. Сондай жақсы жар болып, ер азаматтың жанында не болмаса да, бүкіл әлем қарсы болса да,